Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 4 сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Төртінші сабақ. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Біз бұл тақырыптан у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылу ерекшелігін есімізге түсіреміз. 13-ші жаттығу. Кестедегі сөздерді оқы. Кестеде дауысты у және дауыссыз у әріптері бар сөздерді жазып шыққан, соларды оқып шығайық. Дауысты у әріпі, яғни дыбысы бар сөздер: сурет, елу, сусын, шуақ. Ал дауыссыз у дыбысы бар сөздер: дәуіт, егеу, әуен, бауырмал және уық. Сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Мұнда у дауысты болып айтылады егерде сөздің соңында немесе дауыстыдан кейін келсе. Мысалы, елу, шуақ. Ал у дыбысы дауыссыз болып айтылады сөздің басында дауыстыдан бұрын тұрса. Мысалы, уық, әуен. Келесі бізге берілген ережені мұқият оқып, жаттап аламыз. Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, әуежай, уақыт, сәуле. Ал дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, сусын, елу, улап, шулап. Келесі 14-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сәуле өздерінің сияқты 2 сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп қуыршағына сәукеле кигізді. Сәуле қуыршағына қандай ұлттық бас киімді кигізді? Болжап көр. Сәуле қуыршағына сәукелені кигізді. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Олардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта. Мәтіндегі у дыбысы бар сөздер: сәуле, бұл дауыссыз, оқушысы дауысты, қуыршағына дауысты, таңдауды дауыссыз. Осылай дәптерге қатесіз жазып аламыз. Келесі 15-ші жаттығу. Мәтіннен у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты ы дыбысының астын бір, дауыссыз у дыбысының астын 2 рет сыз. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Өзіңе ұнайтын ою-өрнектерді жасап көр. Мұнда дауысты у дыбысы бар сөздер: тігу, алуан, безендіру. Бұлардың астын 1 рет сызамыз, ал дауыссыз у дыбысы бар сөз, яғни әшекейлеудің астын 2 рет сызамыз.
Келесі 16-шы жаттығу. Кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз. Дауысты у дыбысы бар сөздер жазу, айту, бару, көру, келу, кету. Ал дауыссыз у дыбысы бар сөздер ауа, алау, уақыт, дауа, уыз, дауыс. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз.